Бәріне сәлем. Бүгін қарапайым ғана пирог вареньядан жасайтын боламыз. Өте оңай әрі дәмді. Барлығына ұнайтыны сөзсіз. Кеттік бірге жасайтын боламыз. Барлық заттарды дайындап аламыз. Барлығы бөлме температурасында болу қажет. Ұнды міндетті түрде електен өткіземіз. Оны ыдысқа салып, екінші оған қопсытқыш қосамыз. Және де шекерімізді қосамыз. Алдымен құрғақ ингредиенттерді салып аламыз. Кейіннен артынша бөлме температурасындағы майды саламыз. Қолымызбен жақсылап құм сияқты болғанша араластырамыз. Барлығы міндетті түрде жақсылап араластыруымыз қажет болады. Дәл осындай құм сияқты болу қажет. Яғни біздің қамырымыз песочный тесто болып шығу үшін дәл осылай жасауымыз қажет. Енді оған бөлме температурасындағы бір жұмыртқамызды қосамыз. Енді қолымызбен жақсылап жұмсақ қамыр болғанша араластырамыз. Шеттерінде ұндары қалып кетпеу қажет. Мінекей жұмсақ қамыр шықты. Дәл осындай қамыр болу қажет. Енді бұны 10-15 минут бетін жауып қойып қоямыз. Дәл осы кезде ішіне салмасын дайындаймыз. Яғни өздеріңізге ұнаған варенье түрін қолдансаңыздар болады. Менде айва вареньясы, ыдысқа саламыз. Және де бұғанда бөлме температурасындағы жұмыртқаны қосатын боламыз. Және жүгері крахмалын қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Яғни крахмал мен жұмыртқа варенье піскен кезде шашылып кетпеу үшін көмектеседі. Барлығын жақсылап араластырып аламыз. Енді бұны шетке алып қоямыз. Енді жаңағы қамырымызды осындай формаға салатын боламыз. Астына пергамент қағазын осылай орналастырамыз. Яғни бізге оңай алыну үшін піскен кезде. Енді жаңағы қамырымызды 3 бөлікке бөлетін боламыз. Бір бөлігін осылай домалақтап, мұздатқышқа салып қоямыз. Және де тағы бір бөлікке бөліп, үшінші қалған үлкендеу бөлігін енді осы форманың астына жаятын боламыз. Енді қалған екінші бөлікті шеттеріне жайып шығамыз. Барлық шетіне мықтылап осылай жабыстырып шығуымыз қажет. Маған өзіме осылай сопақша қылып шетіне жабыстырған өте ыңғайлы. Міне шеттерінің барлығына осылай жабыстырып шығамыз. Енді шанышқының көмегімен дәл осылай етіп, шеттерін тегістеп шығамыз.
Енді үстіңгі бөлігін осылай етіп тегістейміз. Дәл видеодағыдай. Және де астын көтеріліп кетпеу үшін тесіп шығамыз. Енді жаңағы салмамызды ішіне саламыз. Барлығын салып, шет-шеттеріне жайып шығамыз. Барлық жеріне бірдей болуы қажет. Енді тоңазытқыштағы қамырымызды терканың көмегімен бетіне теп-тегіс барлық жеріне бірдей етіп сеуіп шығамыз. Дәл осы кезде пешімізді 200 градуста қосып қоятын боламыз. 40 минут пісіретін боламыз. Міне, пештен қазір ғана шығардым. Енді бұны 1 сағаттай суытатын боламыз. Формасынан шығармаймыз. Суды енді қазір сіздерге кесіп көрсететін боламын. Өте жұмсақ кесілуде. Мінекей іші дәл осындай. Қазір дәмін бірге көретін боламыз. Өте дәмді, барлығына ұнайтыны сөзсіз. Жасап көруге кеңес беремін. Маған лайк басып, жазылуды ұмытпаңыздар.